Барлықтарыңызға сәлем достар. Міне бүгін біз 27-ші сабағымызға келіп жеттік. Бүгін бізде жаңа тақырып. Біз өткен жолғы сабақтарымызда present simple деген тақырыпты өткен болатынбыз. Present simple деген ол жай осы шақ. Біз жай осы шақта не істейтінімізді, не қылатынымызды жайлы present simple арқылы айтады екенбіз. Бүгінгі бастайтын тақырыбымыз, жаңа тақырып, бұл past simple деп аталады. Past simple деген бұл өткен шақ. Енді өткен шақта сөйлемдерді қалай құрау керек екенін үйренетін боламыз. Біз жалпы сөйлем құрайтын кезде біз етістік болса және етістік болмаса деген екі түрде өткенбіз. Етістік болмайтын болса біз to be арқылы өткен болатынбыз. Енді осы past simple'дың етістікке байланысты past simple'да етістіктер жалпы өзі екіге бөлінеді. Біріншісі дұрыс етістік. Ол ағылшынша regular verbs деп аталады. Бұл дұрыс етістіктер. Екінші, бұл дұрыс емес етістік деп екіге бөлінеді екен. Міне, regular verbs және irregular verbs. Яғни біріншісі regular verbs деген дұрыс етістік, irregular verbs деген ол дұрыс емес етістік, екен. Орысша айтқан кезде правильный и неправильный деп екіге бөлінеді екен. Біз осының бүгін біріншісін өтеміз. Яғни regular verbsті бүгін өтетін боламыз. Қараңыздар. Егер, if, it is, егер бұл irregular verbs. Қара. If it is a regular verb, if деген сөз, егер деген сөз. Егер бұл дұрыс етістік болса, бұл егер дұрыс етістік болса, онда не істейміз? We add. Add деген бұл да етістік, яғни қосамыз деген сөз. Добавляем, орысша айтқанда. We add ed. Яғни ed'ді қосады екенбіз. Егер бұл дұрыс етістік болса, біз ed'ді қосады екенбіз. Қазір қай жерге қосады екенімізді айтып түсіндірем. Яғни біздің ережеміз бойынша I, you, we, жарайды, өтірсіз жаза берейін. I, you, we, they. Бізде present simple'да білесіңдер, I, you, we, they қосу verb болатын. Ал he, she, it болған кезде қосу verb және қосу s болатын. Ал past simple'да бәрі бірге болады екен. I, you, we, they, he, яғни бұны бөлмейміз. He, she, it. Осыған қосамыз verb, қосамыз ed. Көрдіңіздер ме? I, you, we, they, he, she, it. Осыған етістікке ed қосып айтатын болсақ, бұл өткен шақ болады екен. Мінекей балалар, енді бір-екі мысал келтірейін. Мысалы біз present simple'да мынандай мысал бергенбіз. Present simple. Present simple'да біз былай айтқан болатынбыз. I play. Present simple'da біз мынандай мысалдар келтіреміз. I play. Мысалы, мен ойнаймын деген. He болған кезде бізде не болатын? S қосылып кететін, he plays болатын. Ол ойнайды де болатын. Ал енді бұл present simple. Енді өткен шақта айтып көрейік, мысал келтіріп көрейік. Өткен шақта past simple, present simple осы шақ, past simple өткен шақ. Енді тура осы мысалдар өткен шақта қалай болады екен? I, міне жаңа біз айттық. Play етістікке соңына не қосамыз дедік? Ed қосамыз дедік. Міне сол кезде I played болады екен. Бұл деген сөз не деген сөз? Мен
ойнадым деген сөз. Өткен заман, өткен, өтіп кетті, мен уже ойнап болдым деген сөз. He болған кезде қалай болады екен? He, she, it болған кезде де мен айттым жаңа, ештеңке өзгермейді, тура солай he, play it дедік. Себебі мына жерде біз I, you, we, they, he, she, it барлығына бірдей етістіктің соңына ed қосылады, өткен шақты айту үшін. Сонда ол ойнады болады. Мынау ол ойнайды болса, мынау ол ойнады. Мынау мен ойнаймын болса, мынау мен ойнадым болады. Түсінікті ғой, міне осымен participle-дың дұрыс етістікке қалай сөйлем құрау керек екенін үйрендіңдер. Енді ақырындап біздің өзіміздің мысалдарымызды бастайық. Бірінші мысалдан бастайық. Енді осыған байланысты көп мысалдар келтірейік, жаттығайық сендерге. Мысалы, қараңыздар, мен есікті жаптым. Өткен шақты айтайық, мен есікті жаптым. Жабу деген бізде close, қараңыздар, close, оның соңында и әрпімен келіп тұр. Сол үшін ed емес, жай ғана d қоса саламыз. Осындай да моменттер бар. Қараңыздар, I close итакта и әрпімен бітіп тұрғандықтан біз ондай жағдайда жай ғана d қоя саламыз. То есть ed қоспаймыз бұлайнен. Close it, онда дұрыс оқылмай қалады. Жақсы ма? Онда жай ғана d қоя саламыз. I closed the door. Не шықты? Мен есікті жаптым болады. Мен есікті жаптым деген сөз болады. Мысалы, мен есікті аштым. Ашу деген бізде open. Ашу open, бірақ аштым дегенде ed қосамыз, өткен шақ болып кетеді. Аштым. I opened the door. Мен есікті аштым. Өткен шақ. Үшінші, ол көзін жапты. Мысалы, қыз бала жапты деді, жаңа айттым, жабу close болса, жай ғана d қоя саламыз, болды. Себебі итақта немен бітіп тұр? И әрпімен бітіп тұр. She closed, яғни өзінің көзін жапты, her eyes, көздерін. Яғни екі көз бар, сол үшін бізде көпше түрде айтамыз. Eyes, көздерін жапты. Ол көздерін, яғни бұл жерде мынау her деген өзінің деген сөз. Көздерін дегенде біз уже айтып отырмыз, кімнің көзін екен, өзінің көзін айтып отырмыз. She closed her eyes. Келесі мысалы, ол өзінің көзін ашты. Енді ер бала болсын мысалы. He ашты деге. Міне, open ашу, opened ашты. He opened. Бұл жерде уже өзінің деген ол уже his болады. Себебі бұл жерде біз ер адамда he-ді қолданып тұрмыз. He-ға his болады. He opened his eyes. Көздерін. Ол көздерін ашты болады. Келесі, бесінші сөйлем. Олар бақытты өмір сүрді өткен заманында. Олар жалпы өмір сүру, өмір сүру деген ол тұру деген екеуі бір етістік. Live деген, тұру, өмір сүру. Енді қараңыздар, they live. Бізге өткен шақта тұрды, өмір сүрді деп өткен шақта айтуымыз керекпіз. Біз соңына ed қосамыз, бірақ мына етістік бізде итақта имен бітіп тұр, сол үшін жай ғана d әрпін қоя саламыз. They lived. Олар тұрды, олар өмір сүрді. Енді қалай? Бақытты. Бақыт деген бізде happy, бақытты деген happily. Happily, бақытты. Бұл сын есім болады бізде, Олар қалай өмір сүрді? Бақытты өмір сүрді. Біз ол жерде бұрын тұрдық. Қалай болады екен? Біз емес, жарайды, мен айтайын, мен lived, мен тұрдым. I lived ол жерде. The деген ол жерде, ана жерде деген сөз, там деген сөз. I lived there, жил там, мен ол жерде тұрдым. Енді бұрын деген қалай болады? Бұрын деген сөз a long time. A long time деген ұзақ уақыт. Ago. Бұрын, яғни баяғыда деген сөз, A long time екеу үш сөз, төрт артиклмен бірге қосылған кезде барлығы
қосылып бұрын баяғыда деген мағынаны білдіреді екен. Сонда I lived there a long time ago. Мен ол жерде бұрын тұрдым немесе мен ол жерде баяғыда тұрдым. Давно деген, иә? Давно деген сөз ғой. Былайша айтқан кезде a long time ago. Міне осылай жаттап алыңыздар. Келесі сөйлеміміз мен тырыстым оған көмектесуге. Я пытался помочь ему. Тырысу деген бізде try, иә? Енді қараңыздар балалар. Біз алдында he болған кезде біз осы y әрпіне байланысты өткен болатынбыз, иә? Егер y әрпінің алдындағы әріп дауыссыз болса, онда y әрпі I әрпіне ауысады да, соңына es қосылады деді, иә? Сонда he tries, ол тырысады деп үйренген боламыз, иә? Бұл жерде де қараңыздар, ed қосу керек, иә? Es емес, ed қосу керек. Сол үшін де тура сондай ереже бойынша не болады? Y әрпі I әрпіне ауысып кетеді да, содан кейін барып ed қосылады. Сонда I tried болады. I tried. Мен тырыстым. Бұл уже өткен шақ болып кетеді. I tried. Бұл жерде екінші етістік келіп тұр. Бірінші етістік try, екінші help көмектесу. Сол үшін екеуінің ортасына не қоямыз? Екі етістіктің ортасына to сөзін қоямыз. I tried to help him. Оған. Мен тырыстым. Не істеуге? Көмектесуге тырыстым. Кімге? Him оған. Мен оған көмектесуге тырыстым деген сөйлем шыға келді. Келесі, мен экзамен тапсыруға тырыстым. Тура солай. I tried. Тапсыру тоже етістік. Pass. Яғни тапсыру дегенде бұл емтихан тапсыру. Осындай. I tried to pass the exam. Мен емтихан тапсыруға тырыстым. I tried to pass the exam. Келесі. Ол маған қатты көмектесті. Бірінші ол көмектесті деп жазып аламыз. Яғни қыз бала болсын. She көмектесу бізде help. Help ол көмектесті. Helped. She helped. Кімге көмектесті? Me, маған. She helped me. Ол маған көмектесті. Енді қараңыздар. Қатты деген мына жерде жалпы a lot деген ол көп деп те айтуға болады, және қатты деген мағынада келеді тоже. Сильно деп айтады. Она помогла мне сильно деп айтамыз, иә? Ол маған қатты көмектесті. She helped me a lot болады екен. Келесі сөзіміз, мысалы, келесі сөзіміз decide деген етістік келіп тұр. Decide деген шешім қабылдау. Принимать решение дейді, иә? Мысалы, я решил деп айтамыз ғой, мен шештім деп айтамыз, иә? Мысалы, мен ағылшынша үйренем деп шешім қабылдадым. Немесе мен ағылшынша үйренем деп шештім. Мысалы, I decide. I decide мен шешім, яғни мен шешемін, мен шешім қабылдаймын, иә? Ал енді бізге өткен шаққа айналдыру үшін бізге ed қосу керек. Соңында i бар, сол үшін жай ғана d қоса саламыз. Сонда I decided to learn English. I decided to learn English. Мен ағылшын тілін үйренем деп шештім деген сөйлем шығады екен. Мысалы, біз ертең кездесеміз деп шештік. Шешім қабылдадық немесе, иә? Мысалы, we decided. Біз шешім қабылдады. To meet. Не істеуге? Кездесуге біз шешім қабылдадық. Қашан кездесуге? Tomorrow. Не қараңыздар. Tomorrow деген вроде былай ойлап қарасаңыздар, бұл ертең деген сөз, иә? Ертең деген ол өткен шақ емес, иә? Олардың ол керісінше келер шақ, иә? Ертең деген сөз, иә? Бірақ біз бұл жерде кездесу жайлы айтып отқан жоқпыз, иә? Бұл кездесу болатын, ертең кездесу болады, ал соған ертең кездесуге шешім қабылданды. Қай кезде? Өткен шақта, немесе кеше болуы мүмкін, 2 сағат бұрын болуы мүмкін деген сияқты, иә? Өткен аптада, өткен айда болуы мүмкін. Сол үшін кездесу, міне, шешім қабылдау дегенде біз өткен шақпен айтамыз. We decided to meet tomorrow. Біз ертең кездесеміз деп шештік, шешім қабылдадық. Келесі сөйлеміз, мысалы, мен сұрадым. I
сұрау бізде ask, иә? Мен сұрадым, I asked. I asked, мен сұрадым. I asked Hugh. I asked Hugh, мен одан сұрадым. Hugh, ее деген сөз. Я спросил, я попросил ее. Мен одан сұрадым. I asked Hugh. Не істеуге? Маған көмектесуге. To help me. I asked Hugh to help me. Мен одан маған көмектесуін сұрандым, немесе сұрадым болады екен. Келесі мысалы, ол сұрады менен. She asked. Бұл жерде де қараңыздар, барлығына бірде he болсын, she болсын, I болсын, барлығына соңына ed қосылады. She asked me. Енді ол менен сұрады. She asked me. Не істеуге? To wait. Күтуге. Ол менен сұрады. Күт деп сұрады. Wait. Кімді? For her. Оны. Яғни өзін. Ол менен өзін күтуге сұранды. Немесе ол мені өзін күте тұр деп сұрады деген сөйлем болады екен. She asked me to wait for her. Ол өзін күтуге сұрады. Келесі сөйлеміміз, мысалы, қараңыздар. Мына сабақ маған қатты көмектесті. Қатты дегенді білесіңдер, е? Жаңа a lot деп айттық. Мына сабақ деген ол бір зат, е? This lesson. Көмектесу бізде help, көмектесті, helped. Барлығына бірде this lesson helped. Кімге көмектесті? Маған this lesson helped me a lot болады екен. Мына сабақ маған қатты көмектесті. Енді қараңыздар, енді келесі сөйлем мына сабақтар деп айтатын болсақ, мына сабақтар маған қатты көмектесті дегенді аударып көрейік. Ол уже не болады? Көпше түрде болады, сабақтар деген. А бірақ көпше түр деген мына деген сөз, мыналар деген ол these болып кетеді. Көрдіңіздер ме? Екеуінің қараңыздар. This деген ол мынау, these деген мыналар деген сөз. Бұл жерде де сабақтар дегенде уже көпше түр болады. Біз қазақша айтуымыз мүмкін, мысалы, мына сабақтар деп айтып кете беруіміз мүмкін, е? Бірақ ағылшынша this lessons деп айтуға болмайды. Не деуіміз керек? Яғни мына деп көрсетіп тұрған затыңыз егер көпше түрде болса, онда мыналар деп айтуымыз қажет. These деп кішкене созыңқырап айтамыз, е? This қысқа түрде айтылады, these созыңқы түрде айтылады. This мынау, these мыналар. This lesson мына сабақ, these lessons мына сабақтар, немесе мыналар сабақтар. Біз енді мыналар сабақтар деп айтпаймыз, біз қазақта мына сабақтар деп айтамыз. Бірақ ағылшынша айтқан кезде these lessons деп айтуымыз керек біз. Көмектесті маған қатты. Helped me a lot. Мына сабақтар маған қатты көмектесті болады. Түсінікті ғой, балалар? Келесі, біз бірге ойнадық. We played. We played, біз ойнадық. Play ойнау, played ойнадық. We played. Бірге деген алдында өткен болатымыз. Together. Together деген бірге. We played together. Келесі 17. Ол жұмыс істеді. He worked. Яғни біз present simple'да he works деп айтатымыз, е? Ол жұмыс істейді деп айтатын болсақ, he works деп айтамыз. Ал жұмыс істейді десек, he worked болады. Ол жұмыс істеді. Енді қараңыздар, мынандай сөз бар. Too much деген. Much деген тоже саналмайтын заттарға көп деген мағынада келеді. Бірақ мынандай екі у арқылы too much деп келетін болса, ол слишком көп деп айтады. Слишком деген мағынаны білдіреді. Сонда слишком много. Он работал слишком много деп айтамыз, орысша айтқанда. Слишком деген ол аса көптен де көпті біз слишком деп айтамыз, өте көп деп айтамыз. Сонда he worked too much. Ол өте көп жұмыс істеді. Яғни өзінің істеуінен де өте артық көп жұмыс істеп қойған кезде өте көп жұмыс істеді. Он работал слишком много деп айтамыз. Мысалы, тағы да мен беріліп жұмыс істедім. Қалай болады? Мен дегенде де жұмыс істедім деп өткен шақта айтатын болсақ, тоже worked болады. Енді берілу деген hard. I worked hard. Мен беріліп жұмыс істедім деген сөз, е?
hard worker деген бізде еңбекқор деген сөз. Алдында өткен болатынымыз. Hard беріліп жұмыс жасау. I worked hard. Я работал усердно. Мен беріліп жұмыс жасадым өткен шақта. Келесі мысалы ол өте аз жұмысты жасады. Мысалы she worked. Өте деген слишком деген сөз. Too much слишком много, too little слишком мало. Өте аз деген сөз. Яғни she worked too little деген сөз. Ол өте аз жұмыс істеді өткен шақта. Мысалы соңғы 20-сын сөйлем біз Америкада тұрдық. Жаңағы өмір сүрдік, тұрдық деген екеуі барлығы бір сөз деп айттық. Lived. We lived in America. Неке балалар? We lived in America. Біз Америкада тұрдық деген сөз. Міне осымен бітірейік. Мен сендерге басынан бастап тағы да бір түсіндіріп өтемін. Яғни бізде етістіктер екіге бөлінеді екен. Past simple'да ол regular verb және irregular verb. Жалпы past simple емес, жалпы етістіктер осылай екіге бөлінеді. Дұрыс етістік және дұрыс емес етістік деп екіге бөлінеді. If it is a regular verb, we add ed. Егер етістік егер бұл дұрыс етістік болса, біз қосамыз ed-ді қосамыз дейді. I, you, we, they, he, she, it қосу verb, қосу ed болады. Мысалы, present simple'да I play, he plays болса, past simple'да I played, he played болады деген. Бірінші мысалымыз I closed the door. Мен есікті жаптым. I opened the door. Мен есікті аштым. She closed her eyes. Ол өзінің көзін жапты. He opened his eyes. Ол өзінің көзін ашты. They lived happily. Олар бақытты өмір кешті, өмір сүрді. Олар бақытты тұрды немесе. I lived there a long time ago. Мен ол жерде бұрын баяғыда тұрдым. I tried to help him. Мен оған көмектесуге тырыстым. I tried to pass the exam. Мен тырыстым тапсыруға емтихан. Мен емтихан тапсыруға тырыстым. I tried to pass the exam. She helped me a lot. Ол көмектесті маған қалай? Қатты көмектесті. Ол маған қатты көмектесті. I decided to learn English. Мен ағылшын тілін үйренем деп шештім. We decided to meet tomorrow. Біз ертең кездесеміз деп шештік. I asked her to help me. Мен одан маған көмектесуін сұрадым. She asked me to wait for her. Ол сұрады менен. Не сұрады? Өзін күте тұруын сұрады. Ол менен өзін күте тұруын сұрады. This lesson helped me a lot. Мына сабақ маған қатты көмектесті. These lessons helped me a lot. Мына сабақтар маған қатты көмектесті. We played together. Біз бірге ойнадық. He worked too much. Ол өте көп жұмыс жасады. I worked hard. Мен беріліп жұмыс жасадым. She worked too little. Ол өте аз жұмыс жасады. Және соңғы сөйлем we lived in America. Біз Америкада тұрдық, ғұмыр кештік. Мінекей балалар, бүгін біз жаңа тақырыпты бастап, соның дұрыс етістік жайлы қалай сөйлем құрау керек екенін өткен шақта үйрендік. Енді бұйырса келесі сабағымызда irregular verbті өтетін боламыз. Irregular verb деген дұрыс емес етістік болатын болса, ол қандай дұрыс емес етістік дегенімізне қалай өткен шақта сөйлем қалай құралады, соны ертең өтетін боламыз келесі сабағымызда. Олай болса, барлықтарыңызға сәттілік. Келесі сабаққа шейін сау болыңыздар.